Тауықтың етіне маринадты қалай жасаймыз? Видеоны сақтап алыңыздар, достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Бұл бізде алел тауығы, сондықтан кішкентай болады. Бұны үшке бөлсек те болады. Мынандай құйрығын алып тастаймыз. Асық жілігін бөлек аламыз. Және былай үшке бөліп жүруге болады. Қаласаңыздар, төртке де бөліп жүруге болады осылай. Ең бірінші тұзды саламыз. Тұзды молырақ. Мында бізде 8 килограммдай тауық еті. Соған осылай молырақ 3 уыс саламыз. Қара бұрышты аздап, одан кейін бізде паприканы да молырақ түсін беріп саламыз осылай 3 уыстай. Ең керемет дәм беретін бұл бізде приправа для шашлыка. Құрамында неше түрлі дәмдеуіштер бар. Оны да бір осылай 2 уыс салып шығамыз. Соңында қызыл бұрыштан аздап сеуіп жібереміз. Керемет дәм беру үшін осылай кристалликті де шамалы сеуіп шығамыз. Дәмдеуіштерімізді салып алғаннан кейін бір араластырып аламыз осылай. Одан кейін күйіп кетпес үшін сұйық май құйып шығамыз. Тағы да бір араластырамыз. Соңынан аздап майонез қосамыз. Және кетчуп қосамыз. Кетчупты майонезге қарағанда сәл молырақ қосамыз. Қазір араластырған кезде түсі қандай әдемі болатынын көріңіздер. Шикілей жеп қоятындай болып тұр. Міне маринадымыз дайын. Осындай маринадтарды біздің кереметтен таба аласыздар. Парақшама жазылып алыңыздар, алда уақытта көптеген маринадтар салатын боламын.